Сәлем достар, бұл видеода Три-сестры клиникасымен байланыс орнату және клиникаға келмес бұрын не істеу керек, сол туралы айтылады. Балам инсульт алғаннан кейін мен осы тақырыпта түрлі ақпарат іздей бастадым. Солайша интернеттен Три-сестры клиникасын таптым. Бұл жердің басты ерекшелігі ранее реабилитация деп жазылып тұрды. Яғни инсульт алғаннан кейін бірден реабилитациялық көмек көрсетеміз деп жазылып тұрды. Солайша мен оларға хабарластым. Олар балаларды тек 1 жастан бастап қана қабылдайтындарын айтты. Кейін балам 1 жас 2 айға толған кезде мен осы клиникаға қайта жазып, толық ақпарат ала бастадым. Енді клиникамен байланыс этаптарына тоқталып өтейін. Жалпы мен бұл клиника туралы барлық ақпаратты олардың көрсеткен сайттарынан оқып іздедім, және де сол жерде көрсетілген менеджерларға сайт арқылы хабарластым. Менеджерларға онлайн барлық документтеріңізді, выпискаларыңызды, дәрігерлердің тексерістерін жібересіз. Содан кейін олар сізді қабылдай алады ма, жоқ па, нақтысын айтады. Жалпы енді бұл ақылы және өте қымбат клиника болғандықтан кез келген диагнозбен қабылдайды деп ойлаймын. Себебі бұл жерде неше түрлі диагноздағы адамдар бар. Мен жіберген выпискаларды, дәрігерлердің консультацияларын қарап, олар біздің диагнозымыз келетінін және бізді қабылдайтындарын айтты. Менеджерлар сіздің выпискаларыңызбен танысып, емге қабылдаймыз дегеннен кейінгі екінші этап, ол орныңызды бекіту үшін алдын ала төлем жасайсыз. 1 күндік ақшаны предоплата ретінде осы Три-сестры клиникасына алдын ала жібересіз. Дәл бүгінгі баға, маусым айындағы 2024 жылға баға 37.600 рублейді құрайды. Осы жерде айта кететін тағы бір нәрсе, Ресей Қазақстан банктерімен жұмыс жасамайды. Сондықтан біздер предоплатаны досымыздың Сбербанк карточкасы арқылы жібердік. Егер де сіздерде ондай мүмкіндік болмаса, Золотая коронамен де төлем жасауға болады. Үшінші этап, сізге реабилитация күніне байланысты есептелініп, смета беріледі. Сметада толық сумма көрсетіледі. Реабилитация неше күн өтесіз, оны өзіңіз таңдайсыз. Әдетте балалар 14-21 күн арасында өтсе, үлкендер 21-30 күн аралығында реабилитация өтеді екен. Дегенмен бұл жерде айлар бойы реабилитация өтіп жатқан ересек адамдар бар. Әрине, егер адамның жағдайы үздіксіз реабилитация өтуге дайын болса, осылай айлар бойы реабилитация өтуге болады. Реабилитация суммасынан бөлек сіздің қалтаңызда депозит безопасности болу керек. Ол 100 000 рублейді құрайды. Оны өздері де алдын ала ескертіп айтады. Реабилитацияға түрлі жағдайдағы пациенттер келеді. Егер де реабилитация кезінде пациенттің жағдайы ауырлап, қиындап кетіп жатса, Три-сестры басқа клиникалармен келісіп, Мәскеудің жақсы бір клиникасына пациентті орналастырады. Осы кезде пациенттің қолында депозит безопасности болуы тиіс. 4-ші этап, реабилитациядан күтетін мақсатыңызды айтасыз. Сол сіздің запросыңыз негізінде олар приглашение дайындайды. Сол приглашениенің ішінде барлық толық ақпарат болады. Жалпы бұл клиникада барлығы мүмкін. Егер де қосымша мамандардың кеңесін немесе олардың бір қандай да қызметін алғыңыз келсе, сіз қосымша ақша төлеп, сол мамандарды осы клиникаға шақыртып консультация өте аласыз. Жақында маған көрші тұратын әйел баласына эго жасатқанын айтты. Яғни Мәскеуден эго жасайтын маман келіп, түнде баланың қасында болып, эго мониторинг жасап, солай келесі күн нәтижесін қолына ұстатқан екен. Яғни оның барлығы әрине қосымша ақы болады. Клиникаға келуге 1 апта қалған уақыт ішінде маған алдын ала менеджер хабарласып, балам туралы толық ақпарат алды. Яғни балам нені ұнатады, қай кезде ұйықтайды, қандай ойыншықпен ойнағанды ұнатады, қандай тамақ жейді, барлығын сұрады. Сонымен қатар баламның қандай размер жөргек киетінін, оны да сұрады. Сосын балаға ванна дайындап қоятындарын және де ол жерде не болуы тиіс, ковш керек па, әлде ішіне шезлон қойып қояйық па деген сияқты сұрақтар қойды. Ең соңғы этап ол сізді аэропорттан күтіп алып, осы клиникаға жеткізу. Клиника өзі бірнеше нұсқалар ұсынады. Яғни балаңыздың жағдайы қиын болса, малы мобильный дейді ғой, сондай болса, онда олар өздері жедел жәрдем қызметін ұсынады. Ол шамамен 15 000 рубль шамасында тұрады. Одан бөлек өздерінің такси қызметтері де бар. Яғни олар таксопарктермен
серіктестік қатынаста сондай бір таксопарктан такси тауып береді. Біз солай келдік. Ол қымбаттау болады екен, мен оны білген жоқпын. Жалпы жүргізуші бізді багаж беретін жерден бастап күтіп алды. Қолында жігер деген табличкасы болды. Солай күтіп алып, осы жерге дейін жеткізуі 6600 рублиге шығып кетті. Және қымбаттау шығуының тағы бір себебі, мен паспортный контрольда ұзақтау тұрып қалдым. Өткен видеода айтқан болатынмын. 1 сағат мені күтті, сол себепті де үстіне ақша қосылды. Жалпы ең арзан әрі дұрыс шешім бұл Яндекс Такси деп ойлаймын. Себебі Яндекс Таксимен бағасы 2 есе арзандау шығады. Қазір Яндекс Таксидің бағасын міне көріп тұрсыздар, 2 есе арзандау. Сондықтан аэропорттан осы 3 сестры деп жазып Яндекс Такси жалдаған өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Жалпы сіздерге барлық ақпаратты бердім деп ойлаймын. Лайк басып, пікір жазып, қолдап кеттіңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айдана.